Жалап айта кетсеңіз. Жоқ, бұны бөліп айтатын түгі жоқ. Өзі айтатын нәрсені өзің айтып қойдың. Біздің арғы-аталарымыз ар жағында ғұндардан, сақтардан, көк түріктерден алатын болсақ, ең кемі 500 мың жылға кетіп қаламыз. Бізге ислам дінінің келгені кешегені ғой. Міне осы жерді түсіндіріңіз ашылып. Ал енді Шыңғыс ханның әскері бүгінгі қазақ жеріне 1218-1219 жылдары келе басталды. О күнге дейін біз ислам дегенді естіген жоқпыз. Содан кейін сол келген, жаңағы мен 20 шақты руда санадым ба, солардың бәрі келді. Ол кезде мына бүгінгі Түркістанға деген жер Қарақытай мемлекеті болатын. Қарақытай мемлекеті ислам дінін ұстады дегенге қалай болады екен? Енді сонда біздің ұрулар келгеннен кейін, жаңағы Шықшақтан келген 20 шақты ұру, сол келе салып ислам дінін ала қойды дейсің бе? Жоқ, басқыншы ес уақытта басып алған елдің дініне кірмейді ғой. Керісінше басып алған елді өзінің дініне кіргізбей ме? Сонда біздің мұсылман болуымызға шейін қанша уақыт өткенін бір Құдай біледі. Ал енді нақтылап мөлшермен 1320 жылдары Өзбек хан Алтын Орданың мемлекеттік діні ислам діні деп қабылдады да өзіне Қиясаддин Мұхаммед деген ат алды. Бірақ оны менсінге бірде бір қазақ жоқ. Біреуде Қиясаддин Мұхаммедті өзбек деп атап кетті, болды. Сондықтан мына біздің қазақты қазақ етіп қалыптастырған біздің ата салтымыз, дәстүріміз, ата бабаларымыздан қалған ұлағатты сөздеріміз. Дін жалпы мынандай бір нәрсені ұмытпаңдар жігіттер. Дін бұл адамзат баласының ортақ қазынасы. Ол ортақ қара қазаны. Бір діннен бірнеше ұлт сусындай береді. Демек ұлт не деген? Дін деген жалпы ұғым. Бауырым, ұлт деген жалқы ұғым. Айырмашылығын көрдің бе? Жалпы және жалпы. Анау жалпы. Оған қазір орыста да мұсылман болып жатыр, Қытайда мұсылман болып жатыр. Сол секілді қазақта, Қытайда христиан болып жатыр. Онда тұрған түк жоқ, кететіндер кетіп, кететіндер келіп жатыр. Бұл қоғамда еш уақытта біреу басып, біреу көшіп кетпейді, қашанда баланс болып тұрады. Сондықтан мен 2 рет қажыға барған адаммын. Ал енді. Бірақ менің алдымда таңдау тұрса, не қазақ бол, не мұсылман бол деген, мен қазақ болады. Бірінші қазақпыз дейсің ғой. Мен қазақпын боламын. Өйткені біз өзіміз тек қана қазақ екенімізді білгенде ғана сақтай аламыз. Мен мысал үшін мен қазір үстіме мына күлтөше киіп отырмын. Енді мен осының мына 2 жеңін алып қойсам, мынау камзол оқымаймын, кәжекей болып. Ал міне. Сонда қазақтың салты дәстүрлерін ала білсең, біз қазақ екенімізді жаңылып қаламыз ғой. Оның үстіне Құранда мынандай сөз бар. Мен сендерді шүбәсіз бір еркекпен бір әйелден жараттым, және біріңді ажыратып жүру үшін ұлттар мен руларға бөлдім дейді. Бізді қазақ қылып жаратқан Тәңірім, Алла, Құдай дейміз бе, қалай дейміз? Үшеуі бір абсолют қой. Сондықтан біз егер өзіміздің, демек бізді Тәңірім, Алла қазақ қылып жаратқаннан кейін бізге қазақтың бүткім салтын, дәстүрін, түрін, дінін, ділін, мәдениетін, өнерін бәрін берген жаратушы иеміз ғой. Біз егер осыдан бас тартатын болса, онда біз Құдайға қарсы шыққан, Құранға қарсы шыққан болып шығамыз ғой. Сондықтан біз бәрін сақтай білуіміз керек.